Баршаңызға сәлем қымбатты достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай паутинка деп аталатын ерекше құймақтарымызды дайындайтын боламыз. Оның өзін қытырлатып жеуге де болады, немесе осылай ішін ашып жіберіп, үстіне салат, холодныйлармен ұсынсаңыз да болады. Менімен бірге дайындап көріңіздер. Ол үшін бізге қант, жүгері крахмалы, ұн қажет және кішкене ванилин қажет болады. Және де сұйық ингредиенттерден ерітілген сары май, жұмыртқа және де сүт қажет болады. Барлығының мөлшерлерін мен описание бөлімінде қалдыратын боламын. Менің каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Алдымен барлық құрғақ ингредиенттерді ыдысымызға салып аламыз. Шым-шым тұз қосуды ұмытпаймыз. Барлығын жақсылап біркелкі массаға дейін араластырамыз. Сонан соң сұйық ингредиенттерімізді саламыз. Оны да барлығын жай ғана венчикпен араластырып шығамыз. Осылай оп-оңай тез араласып шығады. Ешқандай миксердің қажеті жоқ. Осындай біркелкі сұйық қаймақ тәрізді масса дайын болады. Оны кондитерлік қапшыққа немесе целлофанымызға құйып осындай сұйық болады. Шетін осындай жіп-жіңішке етіп кесіп аламыз. Енді құймағымызды пісірейік. Ең қызықты сәтіне келіп жеттік. Осылай дөңгелете отырып, алдымен кіркасын құрап аламыз, яғни негізі деп айтуға болады. Сонан соң қалаған өзіміздің кез келген өрмектерімізді, суреттерімізді салып шығамыз. Шамамен 5 секунд тұрғаннан кейін лопатканың көмегімен осылай әдемілеп орап аламыз. Ешқандай да қиындығы жоқ, оп-оңай оралады. Көп ұстап қоймаңыздар, көп ұстап қойсаңыздар қатайып, сынғыш болып кетеді де оралмай қалады. Сондықтан да қарай отырып өзіңіз жұмсақ кезінде аударып аласыз. Және екінші бетіне аударудың қажеті жоқ, тек осылай бір жағын пісіріп аламыз. Ешқандай да піспей қалмайды. Кондитерлік қапшықтың ұшын өте жіңішке етіп кесіңіздер, себебі қалың болып кетсе әдемі болмай қалады. Ал егер де сіз құймақтың ішіне кез келген начинканы салып ұсынғыңыз келсе, онда кішкене қалыңырақ қылып жасауға болады және өрмектерін аздау қылып жасайсыз. Қараңыздаршы, осылай табанның үстіне кез келген сурет салу арқылы құтты бір арт-терапияға қатысып келгендей болдым. Сіздерге міндетті түрде жасауға кеңес беремін. Енді қалай болып шыққанын көрейік. Мінекей, ұсынғанда өте әдемі болып тұрады. Дастарханыңызға қойсаңыз, бәрі таңғалатыны сөзсіз. Ал дайындалуы тіпті күлкілі, яғни өте оңай, көріп тұрғандарыңыздай. Міне осылай отта аз ұстасаңыздар, осындай жұмсақ болып шығады және де оңай ашылады. Ішінен ашып, қазір сіздерге үстіне салат қойып көрсетейін. Осылай тарелканың үстіне қойып, жазып жіберіп оң жағынан және де үстіне кез келген өзіңіздің салатыңызды, холодныйларыңызды салсаңыз өте әдемі болып көрінеді. Егер сізде салат жапырағы болмай қалса, осылай ұсынсаңыз керемет көрінеді. Ал отта көбірек ұсталған қызартылып пісіргендер осындай сыңғыш қытырлақ болып келеді. Дәмі өте керемет, бленчиктің де дәміне ұқсайды, вафлидің де дәміне ұқсайды деп айтуға болады. Ванильдің дәмі шығатын өте керемет, шайға іске басар деп айтуға болады. Мінекей достар, осымен видеоның соңына да келіп жеттік. Егер сіздерге видео ұнаса, рецепт ұнаса, достарыңызбен бөлісіп, міндетті түрде лайк басып, менің каналыма тіркеліп, қазақша контентті қолдап жүруді ұмытпаңыздар. Сіздермен әлі де көптеген рецептермен бөлісемін. Баршаңызға ас болсын.